Сәлеметсіздер ме достар? Менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздермен бірге гүл мантысын жасайтын боламыз. Ең алдымен қызылшаны үккіштен өткізіп, суын бөлек ыдысқа құйып аламыз. Оған тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Сосын қамыр елейтін боламыз. Міне біздің гүл мантымыздың тестасы дайын болды. Енді бұны 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Тестамыз тынғанша салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына бізге фарш, пияз, тұз, бұрыш керек болады. Мен алдын ала пиязды 4 бұрыштап турап, фаршпен араластырып қойғамын. Енді соған тұз, бұрышты қосып, жақсылап араластырамыз. Міне тынып тұрған қамырымызды алып күлшелейтін боламыз. Менде 2 күлше шықты. Осыны жақсылап, жұқалап, әдемілеп жаятын боламыз. Енді күлшемізді домалақ пішінде кесіп шығамыз. Міне біздің гүл мантыға арналған домалақ пішінді тесталарымыз дайын болды. Енді кесіп алған домалақ пішінді тесталарымызды бір-біріне жабыстырамыз. Бізге 4-еу жеткілікті болады. Ортасына фаршты салып, астынан ортасына қарай жабыстырып шығамыз. Сосын оны айландырып, гүл пішініне алып келеміз. Міне осындай мантымыз шығады, гүл мантымыз. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы біреуін көрсететін боламын.
Міне гүл мантыларымызды түйіп болдық. Оны манта баркымыздың листін майлап, соған жайғастыратын боламыз. Оны қайнап тұрған суда 40-45 минут пісіріп аламыз. Өте әдемі болды, көріп тұрғандарыңыздай. Менің каналым ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Міне мантымыз да пісіп дайын болды. Өте әдемі, қамыры жұмсақ, езілмеген, дәмді болды. Назарларыңызға рахмет.